бар ғой тағы. Енді келетін адамға айтарсыз, бастайды. Мәселені жүйелеп, жіктеп, айтып беріңіз. Мына жерде ЖКХ бөлім бастығы, жер қатынастар бөлімі, ЖКХ-ның салалық бөлім ішіндегі сектор қызметкерлері тұр. Барлығын жіктеп айтыңыз, сол бойынша түсініктеме берейік. Бір мәселе, статус мәселесі. Қала әкімі министрлікке шығып, келесі аптаның ішінде сол мәселені түйіндейді, келесі аптада жеке келіп өздерімен кездеседі. Ал қазіргі таңда мына ЖКХ-ға, қазір жолға байланысты, мына жерге байланысты сұрақтарыңыз болса, соны қойыңыздар, сол бойынша шешім қабылдайық. Жақсы ма? Бастайық. Сіз бастайсыз ба, кім айтасыз? Дачада кооперативтің алдында өзіміздің талап еткен арызымыз бойынша жиналыс болып тұр. Айтатынымыз, қазіргі бізде мәселе көп. Біз бұл жерде уже 20 жылдай тұрғынбыз. Біз тұрамыз бұл жерде. Тұрғын есебіндеміз. Біздің шеше алмай жатқан мәселеміз ең бірінші статус. Оның кейін екінші мәселе, кадастровый нөміріміз бар, 10 сотық жеріміз бар. Үйімізді жерге заңдастыруды талап етіп жүрміз. Осы мәселені бізге шешіп беруін талап етеміз. Оның кейін енді үй жерге заңдастырғаннан кейін тұрғын есебінде біз үйді тіркегеннен кейін бұл жерде біз халық болғаннан кейін бізде мусор қоқсық деген болады. Свет мәселесі бар, жол мәселесі бар, мектеп бар, детсад бар. Мысалы дәрігерлік көмек керек, медсестралық, инвалид балалар бар, апалар, аталар бар, давлениясы жоғары көмек сұрап отыратын. Сондай медицинский көмекті қажет ететін амбулаториялық қызмет атқаратын керек, сондай жүйе керек бізге. Сондай нақты жүйелерді талап етеміз. Содан кейін мына біздің қазіргі айтатынымыз ЖКХ-ға біздің светімізді уже 2-3 жыл болды өткіздік. Мына кооператив серіктестігі, ауыл шаруашылық серіктестігі құрып алған ғой. Оны заңсыз әрекетін сотпен дәлелдеп шыққанбыз. Дәлел бар. Соттың енді біз қазіргі ЖКХ-дан талап ететініміз, біздің мына сымдарымыз, столбыларымыздың бәрі жамау, ескі, солардың бәрін жаңадан құруға, тоқ жүйесі ауаға кетіп жатыр. Үйге толығымен 220 волттық электр жүйесі тоғы келмейді, тоқ тартпайды. Өзіміздің қолданатын, мысалы, үйдегі тұрмыстық жағдайдағы аппараттарымыздың бәрі тоқты тартпайды. Шындығын айтқанда. Бір столбының басында 5-6 кешке жақын, мысалы, үйімізге мысалы қонақтар келгенде, как майшамен отырған сияқты қалада деп айтамыз. Ұятқа қалдық уже, нешелес көрді, мынау сұмдық қой деп. Атқарушы органдарға қалай айтпасындар, мен айтып жүрміз, ешқандай жағдайды әлі шеше алмай жатыр. Енді соны бәрін талап етеміз сіздерден. Келіп комиссия болып келіп тұрғаннан кейін міне Серғазин мырза, сіздің фамилияңыз кім? Жұманов мырза, міне Айдар Садырбаев мырза, осы сіздерден міне әкімнің орнына сіздер бүгін келіп тұрсыздар, атқарушы қызмет болып, жоғарғы басшы болып, енді сіздерден осыны талап етеміз. Осы халықтың атынан біздің ащы шын айқайымыз шындық. Тағы осы сұрақ барлығына қосыласыздар ма? Тағы сұрақтарыңыз бар? Сұрақтарым бар. Және өздеріңіз жолымыздың жүргізсеңіздер, айтасыздар. Қалай екен біздің жолдың жағдайы. Мына екі ортада қаламен қатынасу өте қиын. Және де тағы бір айта кететін жақ автобус. Автобус қатынау өте ауыр. Таңертеңгі уақытта особенно. Мына халық қаншама көріп тұрсыздар, біз жақта тұрғындар, жыл бойы тұратын тұрғындар бәрі қалада жұмыс істейді. Таңертең барып келу деген ол бір Құдайдың ғанибеті деп айтуға болады. Біріншіден автобусқа сыймайды, екіншіден автобустың арақашықтығы өте алыс, үшіншіден біздің автобустар өте кішкентай. Бізге маршрут қосып берсеңіздер, жолды жасатқызып берсеңіздер. Санитарлық стандартқа жатпайды, шаң. Бала шағаның жүруі деген ол білмеймін қалай айту керек екен сіздерге. Мен осы қаншама жерге бардым, айтатыны бір әңгіме шешеміз жақын арада. Бірақ міне тағы бір маршрут қосты, ол маршрут
ағайындар, бірінші светтің мәселесі, біріншісі статус мәселесі, жер мәселесі, Заңдастыру. екінші мәселе мына столбының жағдайы, электричество. Тоғымызды жаналатса, Үшінші жағдай мына жолдың жағдайы. Автобустың қатынасы. Одан кейін мусор мәселесі. Осы негізгі 6 мәселе ғой. мектеп. Амбулатория керек. Жоқ, енді мектепті бір күнде қазір шешіледі деп айта алмаймын. Ол жоспарда бар. Жоспарға кіргізу керек. Қазірге мына жердегі салынып жатқан мектеп біраз болсын сіздердің жаңағы қажеттіліктерін өтеу үшін салынып жатыр. Оны біліп отырсыз. 2015 жылы мен осы сізбенен осынша дүйім жұртпен келдік қой осы жолдан бері қарай. Естеріңізде ме? Майда. Сонда жарықты қайтыс болып кетті Кагарман. Осыны светке байланысты көп әңгіме болған. Шынымен бұл кооперативтің құзырында болды да қараусыз қалған. Ақшасы алынып қайда салынғанын менен жауап бере алмаймын. Оны өздеріңіз тергедіңіздер, түгі әйтеуір жұмысқаның балансына өтті. Қазір екі мердігер компания арасында конкурс өтіп жатыр. Иә, сол аяқталғаннан кейін мына мәселені ары қарай қозғаймыз, ЖКХ айтады. Жол мәселесі бойынша жаңа да жүріп өттік, алдында да келіп жүрдік. Бұл жерде енді жол жөнделу керек. Оны қазір сіз айтасыз. Статусқа байланысты әкімнің өзінің аузынан шыққан сөз. Ол кісі министрлікпен ақылдасып кеңесіп, жолын табады, одан кейін сіздерге нәтижесін айтады. Бұл бір аптаның ар жақ бер жағындағы мәселе, жеке өздеріңізбен келіп қатысады. Осы сәлемді жеткізді, тағы бір жиналысқа байланысты мында келе алмады. Сондықтан сөге жамандамаңыздар. Енді электричество, пожалуйста. Сіз айтыңыз, қандай жағдай? Электричество бойынша және Қанат Еркаш айтқанда бізде конкурсный жұмыстар жүріп жатыр. естілмейді. Екі мердігер ұйым қатысып отыр. Шешімі шыққан кезден бастап ол кісілер бұл жерде обслуживание жасайды. Уақытында жәнегі тоқтар бұл жерде жиі өшеді, өйткені сымдар, столбтар бізде ескі, оны білеміз. Ең негізгі мәселе бұл жерде қуаты жетпейді электр желісінің. Өйткені бұл кезінде салынғанда жәнегі саяжайға арналған. Қуаты сонымен есептелген. Ал қазір тұрғындар сіздер көп тұрасыздар ғой, көп пайдаланыстар, қуаты жетпейді, ескірген. Бұл бойынша қала әкімінің облыс әкімінің тапсырмасына сай біз обследование жасап жатырмыз бұл жерде. Биылғы жылы біз толық обследование жасап, құжаттарын заңдастырып, проект сметный документация жасау керекпіз. Келесі жылға бюджетке ақша қарастыру үшін. Осындай бағытта жұмыстар жүргізіп жатыр. Мына столбылардың Сіздің жауабыңыз бойынша сонда биылғы жылы бұл Не надейтесь? ешқандай өзгерістер болмайды ғой. Жоқ, енді қараңыз. Сіздің жауабыңыздан алсам. Солай ғой. Қазір тендерді қайсы ұтты? Мепс пе или көтерек? сол екеуінің Әлі ұтқан жоқ, жеңімпаз жоқ. Ол ұтса да бұл кісілер келесі жылдың бюджетіне қосамыз дейді. Біздің столбар Олардың міндеті обслуживать ету. Иә. Жәнегі тоқ өшіп қалса, біз қазір обслуживающий организация жоқ. Өткенде 11-ші дачада өшті, үй өртенді. Мен өзім келдім, ол жерде басында болдым. Кешкі түнгі сағат 10-да біз светті жақтық. Басқа мердігер ұйымды өтініп сұрап, светті жақтық. Сол сияқты проблема болмау үшін ол кісілер уақытында қосып, сымдарды жөндеп, столбтарды жөндеп, жәнегі өзінің жұмысын атқара береді биыл. Бірақ қуатын арттыру бойынша толық бұл жердің дачасының столбын ауыстыруға олардың қаражат қарастырылмаған. Оны жөндеу үшін проект сметный документация болу керек, бюджеттен қаражат бөлу үшін. Сол бағытта жұмыстар басталып, жасалып жатыр. Бұлай істейік. Енді бір сұрақ қойыңызшы. Бір минут. Бір сұрақ қойыңызшы. Бір минут. Жоқ, бір сұрақ қойыңызшы. Біз міне осы дачада тұрғанымыздан контор не болып тұр бізге? Қиын сұрақ болып тұр осы контор бізге. Өйткені бұл кооператив болды ғой. Өндірістік тұтыну кооперативі, иә? Қазір бесхознийда жатырмыз, иә? Енді осы бесхозный нәрсені мүлдем бір құртып жоғалту керек. Бізге керек емес. Қажет емес. Тұрғындарға керек емес. Қажет емес. Мүлдем қажет емес. Оның қандай мақсатта тұрған Бұның егесі жоқ па сонда? Егесі жоқ. Қазір бесхозный иесі жоқ бұның деп айтады. Документ жүзінде ол қандай қызмет атқарып жатқанын біз білмейміз. Бізге ашық ақпарат жоқ. Ашық ақпарат жоқ. Осы кооперативті жабу керек бізге. Енді акиматта жиі боласың. Қазір мына жер қатынастар бөлімі кадастр қарасын. Кімнің меншігінде, кімде екенін. Бесхозный болса, келісіп сіздерде өздеріңіз рөп тастайсыңыз. Басқа бір мақсат пайдаланып. Соның ішінде мақсатымыз. Себебі ол кешегі сіздердің кооперативтеріңіз. Соның ішінде біздің
Ақшамыз жатыр оның ішінде Жаңа қаншама қаржы төлеген. жоқ деді ғой, қаржы жоқ деп айтты иә, жаңа айтты. Сол қаржыны осы кооперативке халықтың құйған ақшасын Қайтарып берсін. алып, соны бізге мына сымымызға, столымызға қайтарып беріп, орнатып берсін. Соны талап етеміз. Сымды жаналатса. Мына конкурс өткен күннің өзінде олар тек қана жаңағы үзілген жерін, жетпей тұрған жерін жаман жастайды. Басқаша олардың құзырына да міндеттемейді. Ал енді мынаның әрбір бақанды ауыстырып жаңағы қойып базбесі тиісінше желілерді тартып, ол жеке мердігерден бұрын жеке құжат дайындайды, смета. Оны шығарып, бюджетке енгізіп, одан кейін барып, мынаны жүйелі түрде шығару керек. Бір минут. Қазір шешсем 5 жыл бұрында осы жерде тұрған, қазірде тұрмын, ертең айтасыз ғой. Өтірікшісіз. Сондықтан сұрақты қойған себебім мен нақтылап біліп алайын. Иә, айтайын дегенім міне сондай. Құрметті ағайындар, мына бақан ертең ауысады десем өтірікші боламын. Бұның құжаты дайындалады, ЖКХ бер таман. Жиналыстың ішінен жиналыс шашпай қағайын. Иә, бір жақты шешейік. Құжатын дайындайды. Мына кісі өзі жұмыс тобында бар, бастамашы топ. Акиматқа жиі келіп тұрады. Әлгі құжаттың дайындалып, конкурсқа беріліп, тиісті нәтижесі шығарып, одан кейін бюджеттен ақшасын бөлінуіне де мына кісіге жария түрде айтып отырайын. Бұл кісі сізге жеткізеді. Мына ғимарат бойынша сұрақ қойылды. Бұл ғимараттың жаңағы кадастрлық номерін қарайық. Кімнің меншігінде, кімнің иелігінде. Қалай мақсатта тұрмын. Бәлкім ол арестте тұрған шығар. Кооперативтің артында қандай адамдар тұр, бәрін соны қарау керек. кооперативтің меншігіне қол суғырсам, ертең мен істі болып. Сондықтан кооперативтің мүшесі өздеріңіз болғандықтан оны келісіп бірге шешу керек. Қажет болса, жаңағы заңгерлердің консультациясы керек болса, оны жеке ақылдасып кеңесіп, жол бойынша. Келесі жұмадан бастаймыз. Қазір ақша бөлінген, ямочный ремонт. Өздерің көріп отырсыздар. Қала ішінде ямочный ремонт. Жақында анау жолды едік қойып қойдық. Ямочный ремонт. Енді осы жолға кіреміз. Сосын автобус мәселесі қазір шешіп жатырмыз. Перевозчикпен сөйлесіп жатырмыз. Қазір өздеріңіз білесіздер, субсидия жағдайы шешілді. Қазір перевозчикпен сапар мекемесі содан ашып жолды біз істейміз. Остановка туралы павильон, иә. Мынау бір айдың ішінде мен осында остановка қоямыз. Және остановка Автобус жайында қойып. Қараңыз, қыста біз ана жерден шығамыз, иә? Жоқ, қандай жол? Қыстың күні үлкен кісілер көріп қоңып тұрады. Каждый остановка жөндеп. жаңа жер мырзаға, жер бөлінген мырзасы кім еді? Каждый автобус келген біз қоя алмаймыз. Бірақ жерге қоямыз. Бірақ пассажирлер тұрады, сол жерге қоямыз. Кісі тұратын жер соны қоямыз. 9, 7, каждый жерге тоқтайды ғой. Сол жердің бәрін остановка қойылды. Жоқ, бұл жерге көрдіңіз бе, қазір остановка бәрі жерге біз қоя алмаймыз ғой остановка. Қазір сондай көп тұрады. Қаншама халық шығамыз. Былай істеу керек. Остановка мәселесі мына кісі көтеріп тұрмын. Мына жерден тұрады, мына жерден бастау керек. Бір павильон. Одан кейін жүріп шығыңыздар. Қай жерде қоюға ыңғайлы. Қай жерден ана екі автобус өте алады. Қазір ол кедергі болмас үшін. Мүмкін бар жерге қоя алмайды шығарсыздар. Мына жерге қойса, жаңағы бір остановка жер жүруге де қауқар жетеді қой орталықтың. Себебі ана орталыққа дейін жаяу барады. Сол жерге шоғырланатындай бір тәуір остановка қояды. Жоқ дегенде екі-үшеу қойсаң, уже бетіміз бері қарайды ғой. Сондықтан мына жерден бастаймыз. Мына кісімен бірге ақылдасып, 5-6 дача. телефон алмаймыз телефон. 5-6 дачаға. 7-8 9 уже жол үлкен. Бұл жерге остановка қоюға Қоямыз. 5-6-ға сыймайды. Ал енді мына жолға қазір осының бәрін түгендеп тастайды десек өтірікші болады. Бұл жерде ямочный ремонт жасалады. Ана әлгі төгілген тастың бәрін сүріп тастап, кәдімгідей асфальтты жабады. Мына үлкен жол бар ғой, ол келесі жылы жобаға енеді, оны тұтас жасайды, кеңейтеді. Себебі анау
зираттың түбінде әлгі сығылысқан жердегі көлігі барлар біледі оны. Машақатын. Оны жөндеу үшін ар жақтағы әлгі авторингтің ар жағында бір өтпе айналманы оны жөндеп уақытша енді бір қиындық болады. Оны алдын ала қаперлеріңізде ұстаңыздар. Мына жерді кеңейту үшін. Оны жеке түсіндіріп береміз. Жер мәселесі бойынша қайда? Ауыл шаруашылық жер тәртібі дейді. Мысалы біз ауыл шаруашылық саябақ жер тәртібінде орналасқан екенбіз. Соны былай айтылған екен. Азаматтар мен заңды тұлғалар жерді пайдалануға немесе меншікке берілетін ауыл шаруашылығының алқаптарының сапасын мемлекеттік бақылау мақсатында бюджет қаражатынан топырақты зерттеу, топырақты андай мелиорациялау, ботаникалық зерттеу, топырақты бақылау. Біз сонда мен сол жерді түсінбеймін де, біз мысалы ауылдан көшіп келдік те ауыл шаруашылық жер деп ана архитектураға барсаң осылай айтады да, мысалы бізге. Соны мен ауыл шаруашылық жерінде ол ауыл шаруашылық мақсаты деген бізге мына кооператив деген бізге керек емес деп айтып жатырмыз. Халықтың бәрі қолдап тұр. Бесқозный бәрге. Енді мына үйді соны жерге заңдастыру, кадастровый нөмірі бойынша міне 150-ші бап дейді. Жерге орналастырып жүргізу үйді 150-ші бап, 152-ші бап мемлекеттік жер кадастровый номері берілу керек екен. 163-ші бап жер қыртысының жүзеге асыру қамтамасыз ету жөнінде іс-әрекетті шараларын қаржыландыру дейді. Жоқ, бұл жерде бар ғой, сіздердің барлықтарыңыздың қолдары. Кондоминиум жасау керек. Кондоминиум жасау керек. Жосақты бар ғой, бар. Жосақты бар. Просто бұл жердің категориясы қазір садоводство. Бірақ садоводствоға қарамай сіздер жердің үстіндегі үйді тек паспорт алып пропискамен тіркей аласыздар. Ал мына жердің генплан бойынша жоспары 2011 жылы үкіметпен бекітілген. Ол бойынша мына Семей қаласы бойынша Восточный, оң жақ, сол жақ, Мұрат бар. Одан кейін Бобровка, Алапсары бәрі бағбандық жер ретінде көрсетілген садоводство. Бұл генпланның бас жоспардың орындалу уақыты 2025 жылға дейін. 2025 жылы осы генпланның уақыты бітеді, сол кезде барып қайта генплан жасалады. Осы сұрақты сол кезде ғана ескеру. Зақ қой. Ол зақ қой, біз үшін зақ ол. Біз үшін зақ. Тұрғынбыз. Ауылда көшіп келген біз уже қаншама ақшаны ауылға құйып тастадық. Біз мысалы өз басымыз үй салып тастадық. Кооперативке бар ғой. Ауыл шаруашылық деп айтып тұрған ауыл шаруашылық серіктестік құрып алған ғой. Ауыл шаруашылығының ішінде ауыл шаруашылық серіктестік деген бар екен, 2-3 кісіден сайланады екен де өздері кооператив құрып ауыл шаруашылық серіктестік жасап алған. Оған бізді мүшелікке кіргізіп қойған, біз мүше емес, біз бейхабармыз. Біз жай тұрғынбыз, біз светке ғана тәуелді болғанбыз. Светіміздің өзі ана жақтан мына жаққа сатқан бізді. 8 теңгеден алып 15 теңгеден бізге сатқан. Біз оның бәрін сотта дәлелдеп шыққанбыз. Сотта кооперативтің іс-әрекеті заңсыз болған деген шешім бар. Бірақ бидеп айтады, генпрокурор айтты. Сіз ғана емес дейді. Тұрғындардың бәрі сотқа бару керек дейді. Мен айтам, мен бір кісі шешіп тұрмын ба? Міне, дәлел бар менің мәселем бәріміздің мәселеміз, дұрыс па? Мен каждый апаларды, аталарды сотқа сүйре алмаймын ғой. Әмбе бұл кісілер сотқа кіруін, соттың өз тәртібі бар екен. Онда бұл кісілер біреу біледі соттың тәртібін, біреу білмейді. Мен енді жас болған кішкене орнын іздеп, біліп, дәлелдеп өзім шығардым. Сондықтан біз сотқа түсе алмаймыз. Бізге ең керек мақсатымыз мына ауыл шаруашылығы кооперативін құрып алған кооперативті жою. Түп нұсқасын вообще керек емес. Ол қандай мақсатта тұр? Ол қандай мақсатта әлі Восточный правый кооператив деп контора әлі тұр. Неге 2 машина, 3 машина қатар істемейді. Мынаның бәрі видеоға түсіру керек. Ана машиналар неге қатар тұр ол жерде? Оны неге кісілердің машинасы қорғайды? Оны неге біздің құқығымыз қайда? Біз азаматтық құқығымыз қайда? Біз неге үйімізді жерге заңдастырмаймыз? Кооператив туралы айта кетейінші, ол кооперативке заңды түрде қол қойып 5000 теңгесін төлеп кооператив мүшесіміз деген адамдар көп. Кірдік. Мен өзім де кіргем Тамбовсыбаға. Ақша құйды. Енді сол кісілер соны талап етеді. Қайда ақша? Оның ішінде мен де бармын. Мен 5000 теңге төлегенмін. Соны шешу керек қой. Сол қайда? Ең алғаш көшіп келген жылы бізге айтты, 5000 теңге төлейсіз. Жол, свет айтылады. Бұл кооператив главный мәселе сол. Қаншама адам тұр, қаншама адам тұр. Ақша айқайды. Сәулем арқылы болып кетті, жарайды. Жабуға или жоюға, таратуға бұл жерде машина болған, бәрі халықтың ақшасын алынған. Халық кейбір, халық соны требует, көрсетсін, отчет берсін. Трактор бұл. Бесқозный дейді, бірақ құжатын білмейміз. Жұмысшылар бар ғой. Жоқ, қазір енді ақшаны кімге жинап жатсыздар? Ақша жинамаймыз, қазір свет. Иә, жиналып Бірақ сол ақшаны бізге қайтарсын, столдарымыз жаңартсын бізге, талап етеміз. Сымымызды жаңартсын, үзік, 5 жерден үзік, біздікі
давай. Алыптан кейін Біз жағдайымыз мүшкіл слабый бізде. Алыптан Үйге кейін тұрмыстық қызмет атқара алмаймыз. Біз сол кооператив мәселесін айтамыз. Осы қалай шешеміз? алыптан кейін светіміз ақырын болады. Кім төлейді оны? Оның ішіне кіре алмаймыз. Тұр енді сіздер Жерді айтамыз, жер. халықшыларда Жерді айтамыз. Біз сіздің электр желілеріңізге дейін қол сұғалмаған кез болды, білесіз ғой? Ана кооперативтің меншігі, мына кісі енді қара жер хабар бермесін, қасарысып тұрғанда бір сымыңызға шығуға мүмкіндік болған жоқ қой. Көздеріңіз жетті. Айғайласып, ұйғайласып жүріп, әйтеуір үкіметтің меншігіне алдық. Қазір сотпен шешкен мәселе сонда болып тұр ғой. соттың дәлелі. Үшінші печатты мен соттан әрең шешіп алдым. Үшінші печатты енді мынауда бастықты жерге түсіріп соққызып алдым. мынауда кооператив ол кезінде сіз өз ырқыңызбен бардыңыз ба? Өз ықтиярыңызсыз бардыңыз ба? Енді 5000 теңгеден төледік деп отырсыз ғой. Талапты солай қойған шығар. Бірақ кооператив сол кезде қызмет атқарды. Оның қазір өндіріп алатындай тек қана соттың құзыры жетеді. Оған мен әкімдікпін, сен давай қайтар деп айтсам, ертең мен белді заңды белден басқандай боламын ғой. Сотқа барайық. Сондықтан Сіздер ең құрмағанда қазір осы кооператив кімнің атында тұр? анықтап береміз. Анықтап береміз. Адамдар бізге сотқа беру үшін кімге сотқа беру керек? Мына енді ана кісінің қабылдап алған адамы бар шығар енді кооператив Соны тұр ғой. білсек, бізге ешкім айтпайды ғой. Кооператив Шағымды кімнің атына жазатынын анықтап береміз. Соны анықтап беріңіздер. Тұрғындар сотқа береді. Одан кейін жаңағы сізде уже практика бар, тәжірибе бірлес жеңген. Сол бойынша бір прецедент жасайық, одан кейін барлығына ол тәжірибе болады. Жерімізді заңдастыра тұрып айтсам. Шақабаев мырза келіп бізге сол кісі негізі курс Жакупбаев, курьерный главный Жакупбаев мырза. Вот сол Жакупбаев пен Шақабаев екеуі. Келеді ғой. Шақабаев пен Жақыпбаев. Вот, иә. Шақырып бірге алып. Өткенде біз кездесуде болғанда сол кісілердің екеуі де болған. Маған мына жерде Жер мәселесі. маған айтқаны жер, электричество, жол ғана деді. Мен енді кешірім өтінемін. Алдағы аптада әкім келеді, сол кезде шаруашылық бөлімі басшысымен жаңағы тиісті жауапты маманды қосалды. Өзім қоса келеді. Енді жаңағы жердің мәселесі. Шынымен ол бас жоспарда, ол үкімет қаулысымен бекітілетін құжат. Бұл жаңағы аймақтық шекара қаулысы жоспары бар ма айтпақшы? Осыны алып беріңізші маған. Дачаның бағбандық жоспары қаулысы бар ма? Осында құжат талап етіп жүр. Осыны ұмытып бара жатқан кейін. жақсы. Сұратып алып берем болды. Қаулы жоспар. Жақсы. Қолыңыз тисе келіңіз, дүйсенбі, сейсенбі күні. Қай уақытта бар? Енді сейсенбі менің қабылдау күнім, дүйсенбі күні түстен кейін келсеңіз бірге іздейік. Мен ауыл шаруашылық саласын қарамаймын ғой, өзіңіз білесіз. Мен әлеуметтік. Бірақ енді өтініш білдірдіңіз, мен келдім, жауапкершілік алайық, бірге қараймыз. Нешінші кабинетте отырасыз? Өзі астына келсеңіз, менен басқа. Тауып аламын мен. Сондықтан солай шешім керек ма? Жолда айттық, астынықтан айттық. Енді жер мәселесі. Жер мәселесі өте өзекті. Бұл енді шынымен правый бар, Бабровка бар, Мұрат бар. Біз бәріміз тұтасамыз. Сізде енді біз бөлінбейміз, біз бәріміз бірге боламыз. Өйткені оны айтатын себебім олар ауылдан неге көш келді олар. Біздің қазақтар, өзіміздің қазағымыз, баламыз, ұрпағымыз көш келді. Мен сол Бабровка, Мұрат деген бәріміз бірлесу керекпіз. Түгеліміз бірге болуымыз керек. Біз де сол үшін тұрмыз осы. Айтып тұрмын ғой, бір аптаның көлемінде статус мәселесі шешілді. Мақсатты целевой значение ауысады ғой, нысаналы мақсат. Онда жаңағы бас жоспарға мүмкін өзгеріс енгізуге 2025 күтпей талап қыламыз. Соны айтамын, соны оны ұзақ тұрмай, үндеу жасау керек. Тыңдаңыздаршы, егер ол оң мәселе тапқан күннің өзінде оның техникалық құжаттамасы бүгін ертең шешілді. Ол өте ауқымды жер құрылысы жобасын жүргізу керек. Жердің бәрін зерттету керек, қайтадан үкіметтің қаулысына шығарып жобасын жасату керек. Ол бүгін ертең шешілмейді. Оның ойларын Жоқ, енді сізде жаңағы 25-те біздер ол заң ғой. Нашы жол жоқ, былай істейміз, әріптестер. Енді бұл кісілерге қорқуға уәде беріп не керек? Иә. Егер бірінші статус мәселесі шешілсе, онда үкімет қаулысын
Жоқ, өзгерту жасау үшін мына жерді жаңа зерттеп зерделеу керек. Оған пәленше уақыт кетеді, конкурс өткізгенше уақыт кетеді. Одан кейін үкіметке өтініш білдіруге осынша уақыт кетеді. Сонда әрбір айын жылына дейін санап, сонда беріп қою керек графигін. Егер осының барлығы уақытылы заң аясында жүрсе, осындай кезде бұл ауысады деген. Сонда бұл кісілеріне көз жүйе. Күнде ертең мен өтірікші боламыз, ол дұрыс болмайды. Біз үйді жер заңдастыру деп айтатын себебіміз, мысалы мен өзім бәлем 10 жылдан асып кетті осында тұрамыз. Біз үй салдық жаңадан. Үй салдық, оның бәрін жөндеп алып, кредитқа кірдік. 5 миллионға мен кредитқа кірдік, үй салдық біз. Жас болсақ та жанталасып үй салдық. Не үшін ол болашақ балаларымыз үшін салдық біз. Біз оны ерткеннен келген жоқпыз ауылдан. Осындай балалар үшін келдік біз. Жұмыста істейміз, жанталасып жүрміз. Сол үшін енді жерімізді заңдастырып берсеңдер өзімізге. Үйді жерге заңдастырып. Үйді жерге Жоқ, қазір де сіздердің госактілеріңіз бар ауада ғой. тұрған Пропискада тұрсыздар ғой, бәрі заңдастырып. роль не играет. Сіздер бар ғой, мынау статус пен заңдастыру шатастырмаңыздар. Екеуі мүлдем екі бөлек нәрсе. Заңдастыру деген егерде мүлдем құжатыңыз жоқ болса, заңдастыру болады. Ал статус бұл өте ауқымды мәселе. Бұл заңдастыру мен статустың екі бөлек мәселе. Жоқ, статус деген үлкен аймақтық шекара ғой. Ал заңдастыру деген үйді біздің кадастровый нөміріміз бойынша жеріміз бар ғой, бәріңізде. Соған үйді тұрғызуымыз керек. Ана күн сияқты тұрмауымыз керек. Біз ауада тұрғанбыз. Үй ауада тұр. Күн сияқты тұрмыз. Жоқ, тыңдаңыздар, госактілеріңіз бар ғой. Бар. Құрылыс салынып бітті ма? Бітті. Сол құрылыс біткеннен кейін неге соңға барып жүгінбейсіздер? Тек Енді барып жүрміз Менің көршім бірақ айтады, екі этажды үй салыңыз дейді, маған айтады. Жоқ, дачаның үйін алмаймыз деп. Ол кісінің үйі деген мынандай үй. Екі этажды үй салыңыз дейді, бірақ біз сіздер үй деп тіркемейміз дейді оны дейді. Саябақ, жай домик деп тіркейді. Ол керек емес бізге. Керек емес. Енді ол жердің категориясы өзгермей, ол как сіздер айтып тұрғанда ИЖС қой, индивидуальный жилищный строительство. Ондай ол бізге беріп қойды ғой енді. Біз кредитқа кірдік, тұрғынбыз. Содан кейін ана мусор мәселесі. Жалып жасай, бүйткені бар, мен затон жақта тұрдым, керемет су кіріп жатқан, кереметтей осы планым мен кіріп, үй салып қойған жерді көрген жоқ, көшені де көрген жоқ, мусор алатын. Затон жақта да мынандай тар көшелер, үйлері затонский, улица бәрін беріп тастаған. Біз дачаға келеді дейді, сендер үйлерін тап, ортасы бәрі. Сіздің уәжіңіз өте орынды. Ана Каскрайды алып қараңыз. Ана Таткрайды қараңыз, жер үйлер. Олар плановый жасаған бәрі архитектура. Олар енді салған ғой. Қаланың территориясына салғандықтан ол үй болып есептеледі. А бұл ал дегенде мақсаты өз дача болды. Өзімізде көшіп келгенде дачадан үй алдық деп қуандыңыз туысқандарыңызға. Ан жақтағы туысқандар айтады, ана дачада тұрып жатыр деп айтады. Ол құлаққа да сіз. Сол дача деген бізге керек емес. Біліп тұрмыз, салсаңыз бұл жерде қаланың жері болу керек. Ол қаланың жері болғаннан кейін сіз айтасыз, бізге емхана сал дейсіз, орынды, себебі қаншама халық тұр. Бізге мектеп керек, біз балаларымыз неге анау 34-ке апаруымыз керек деп сұрақ қоясыз. Оныңыз да орынды. А біз бала таппаймыз ба, неге бізге балабақша салмайды дейсіз. Одан кейін мына жерде мынандай тар жолмен неге жүреміз? Біздің екі көлік бұл жермен өте алмайды. Әр басымызда бір мәшинеден бар, жол сал дейсіз. Ол қаланың өзінің талабы болады. Енді мына жердің статусы анықталғаннан кейін, егер ертең сіздер қаланың территориясына кірсеңіздер, ол әрине, жаңағы кредит алам десеңіз де, залогқа қоям десеңіз де, оның бағасы да сәйкесінше басқаша болады. Сондықтан ол өтінішіңіз түсінікті. Жаңағы әкім де оны түсініп отыр. Сол үшін министрлікке тікелей шығып отыр ғой. Біраз тағаттан жақсы нәтиже шықсын енді. Ал енді мынандай сұрақ тағы да. Бізде қазір осы дачада ең үлкен сұрақ мусор. Бәр жерде сұрақ. Ана жол үлкен жолда бардық, семей тазалыққа. Ана жолдың бойындағы ненің иттің, мысықтың бәрін топырақпен көме салған болды. Түгел сасып жатыр. Например, біз Семей тазалыққа бардық. Семей тазалыққа бардық, біз өзіміз жиналып, комиссия болып бардық. Семей тазалықтың бастығымен кездестік сол жақта. Қатышып Бекзат. Ол кісі бізге айтты, сіздердің жолдарыңызбен біз жүре алмаймыз. Сіздерде акимат өзі бөліп қою керек, қай жерлерге ЖКХ, қай жерде мусорный бактарды қоюға болады, соның бәрін келісу керек деді. Онда ештеңе жоқ сіздерде деді. Біз сіздерді обслуживание ала алмаймыз.
Ал осы мәселені қалай шешуге болады? Сіз осыны айтсаңыздар. Сіздер адам емессіз. бәріміздің ортақ мәселе. Сіздер дачадасыздар. Бұл тек қана осы дачаға тиісті мәселе емес. Кеше біз Восходқа бардық, міне Рекең біледі. Міне Қапышев мырзаға Иә. жазғанбыз. Анау қол жинап. Восточный правыйға Орындаған барсаң, жоқ. Бобровкаға, тіпті қаланың ішіне барсаң да не деуші еді әлгі? Мына мусордың мәселесі өзекті. Көздеріміз жетіп отыр, оны ақталуда. Мына сот шешімі. Мына ЖКХ бөлімінде заңсыз бір минут апай. Құжаттарымыздың барлығын қараймыз. ЖКХ бөлімінде мына бұлай мусор шығарғаннан өзге әлгі заңсыз жаңағы үй төліп қалды, төгіп кетті, бүйтіп кетті, сөйтіп кетті деген жаңағы заңсыз мусорлардың өзін шығаруға бәленше ақша бөлінеді. Жылда ол сіздердің табан ат тер ақшаларыңыз былайша айтқанда. Енді қазір жаңа жоба бойынша контейнерлер алып жатырмыз. Бастадық. Тамыз айына дейін аяқтаймыз. Сол қаланың ішінде тұрған контейнерлер қайда? Соларды шет жаққа шығарады. Сол жерге жаңағы жинастырып, ана машинада енді әрбір 5 метр сайын тоқтап сала алмайды. Ол жерде өзі айналдырған екі азамат өзіміздің қандасымыз былайша айтқанда. Жетіскеден ол жерде қызмет жасап. Сол әлгі орындарын белгілеп, сол жерді дайындайды да, сол жерге бактарын қояды. Солай болса да келсейік деп ойладым. Жоқ, солай болады. Ал бұл өз алдына. А екіншіден енді ол менің кінәм ба, біздің кінәміз ба? Енді келе жатып төгіп кетеміз. Ол да жоққа шығара алмаймыз. Өзіңіздің де күнде көзіңіз жетеді. Айтсаңыз өзіңіз жексұрын боласыз, пәлеге қаласыз, аузына келгенін айтып кетеді. Кездесеміз ондай жағдаймен. Бірақ енді ескі енді қазіргі қолданыстағы бактарды мына жаққа шығарып, жаңағыдай көлік келіп, оны өңгеріп алып кететіндей жағдай жасауға біз міндеттіміз. Одан кейін барып сізден тазалық сұрауға құқығымыз бар. А қазір енді мен қайсыңызды ұятқа шақырамын, енді жағдай жасап бермесем не деп айтамын мен? Сіз маған айтасыз ғой, айналайын сен қойып бер маған, мен сол жерге төгейін. А жоқ болғаннан кейін мына жерде 5-6 қап жатыр екен, ертең ол 10 қап болады. Жаңа жолдың бойын айтасыз. Енді жолдың бойында күнде тазаламаса да, тазарған күннің ертесінде қайтадан сол жерде Мен өзім трастың бойында тұрамын. Көзіңіз жетіп отыр ғой. Алып кеткен күннің өзінде ертесінде қайтадан сол жерге. Себебі енді адамбыз әрқайсымыздан енді не деуші еді әлгі тұрмыстық қалдықтар шығады. Енді содан кейін барып договор мәселесі, содан кейін барып қалған бір талап тілектер орындалды. А мына мәселеңіз тіркеуде ғой. Осы кісіге маған бересіз? Или өздеріңіздікі ме? Жоқ, өзімде тұра берсін. Өзіңізде болсын. Мен негізі тіркеп жұмыс атқардық, бәріміз комиссия болып, подписпен бардық. Бізден отказ жасады. Міне. Себебі не дейді? Қапышев Бекжан. Себебі сіздерде условия жоқ дейді. Жағдай жоқ, көлік кіре алмайды. Сіздерде ана орны жоқ. Біз оны төге алмаймыз, күрекпен лақтыра алмаймыз деп құрғақ сөзбенен. Сондай себептермен бізден отказ берді. Бастап. Енді сол құрғақ нәтиже шығармай, осы нәтиженің ар жағын алдыға қарай жылжытсаңыздар, сіздер қозғасаңыздар, бізде жақсы үміт болады. Біріншіден жаңағы транспорт қайда? Айтты ғой, осы остановочный павильоннан бастайды. Жоқ дегенде осы жерге қою керек, ана кісімен сөйлесіп отыр. Одан кейін Бұл жерде магазин емес, остановка тұру керек негізі. Енді магазиндер тұр ғой, заңсыз. Енді бәрібір заңсыз болса болмаса нан алып кетесіз ғой осы жерден. Ешкім ештеңе алмайды ма? Жарайды. Мен енді кәсіпкерлікке қосып алмаймын. Мына жерде павильон қойылады. Иә. Одан кейін автобустың мәселесін енді сізге жаңалық айтып нем бар. Автобустың жағдайын біліп отырсыз. Осы мәселе. Субсидияның міне мысалы таңертең барамыз, қысылып барамыз, балабақшаға мен жұмысқа қалаға барамыз мысалы. Таңертеңде кешке де күндіз айтып жүреді, таңертең қысылып барамыз, кешке қысылып барамыз, кісі талады. Күн ыстық қазір. Анжық құлақ қалды. Бір жас қыз кешке қайтарда ана жерде қабаты талдыда құлады. Автобус көп болса, жиі болсын. Жоқ, елу алып мен жүремін. Мен күнделікті елу алып мен жүремін. Ана жай автобус жүреді, ода да жоқ. Арақашық деген алшақ. Арақашық деген 15 минут, 20 минут. Мен күнделікті жұмысқа барамын, балабақшада істеймін. Мысалы,
жарты сағат 1 сағатқа тосып қаламыз. Автобусты қашан қарасаңыз 5 теңге автобуста кісі нығыз әрең кіреміз баламен есіктің аузында тұрамыз былай. Ар жақта үлкен кісілер айтып алады. Шыны керек таңертеңге кешке де солай. Ішінің бәрі шаңырылдап тұр. Балалар сулап былай сыпыру деген жоқ. санитарлық нормаға жатпайды. Ойбай бәрі ауыздарын жауып алды болды ойбай мынау неме жақсы болды. Енді самиғылар міне свет дұрыстау керек. Аузын жапқанда тұрады, жаппағанда тұрады. Обедке тұрады. Амансыз ба? Біз енді ана Лебеден келіп отырмыз. Лебе басташан. Мектеп сөйлеп жатқанда. Мына кісілердің жолда қайта кісілер трассаға қойып, бізде ол да жоқ. Не такси келмейді ешкім. Мына жолынан ешкім келмейді деп. Не ол кооперативке біз ақша төлеп жүрміз, 2 есе төлейміз ғой. Бізде бәрі линияның бәрі жаңарған. Неге қалаға кіргізбейді бізді? 3 жыл болды Кіргізген түгел жаңа. Сіздегі кооператив ол заңсыз, уставы бар ма сұраңыз барып конторда. Қандай заң тазаламайды. Орындамай жатқан заңы бар ғой. Көктемде кәде болды. Не бір ауру кісілер бар, мысалы скорыйлар ол келмейді. Не бір түн ішінде такси келмейді. Не үшін кооператив ашып қойды? Ол жолын ада жайық Қаржыңыз қайда? Неге ол қандай пайда болды? Онда кімге пайда болып тұр бұл өзі? Линия дейді, линия жаңартылған. Ол пайда кооперативқа пайда. Ол енді соны енді халықты, неге осы қарапайым ауылдырген халықтармыз. Договорыңыз бар ма кооперативпен? Келісімге отырдыңыз? Жоқ. Міне соттың шешімі біз жеңіп шықтық кооператив. Заңсыз деген. Жоқ, енді былай ағайындар, енді мен Сіздікі біреуді тоже солай, қаралап ауыл біреуді жазғыра алмаймын. Ет болады. Бәріміз осы елдің тұрғынымыз ғой. Енді кооператив болса, келісім шарт болса, болмаса енді өз алдына. Сол кезде бұл дача болды. Енді бітті ғой. Енді біткен жоқ ол. Ол пока мына жер статусы өзгермейінше сіздер дача болып қала бересіз. А дача болғаннан кейін Ақшаны басқа біреуге бере береміз. неге енді талап қойыңыз. Жоқ, мен жақта бір көшеге шығып, ВКРК кіріп алды. Бізде де шығамыз деп сөйледі. Кірдіңіздер ғой ВКРК. Жоқ, кірген жоқ мәселе. Біз правый кірген жоқ бұл кісілер әлі кірген жоқ, бұл кісілер өйткені оянған жоқ. Сіздер сотқа дәлелдеп, сотқа барған жоқсыздар. Сіздер өзіңіз бармасаңыз, сіз білмейсіз ба? Менен алыңыз бәрі өндірістік тұтыну кооператив заңдары. Содан сотқа барасыз, сотқа барып дәлелдеп шығасыз. Сол светіңіз өтеді сразу. Запросто мен айтамын әкеңіз қолыңызға. 2018-де бітті ақырғысы. Одан 2018-де бітті ақырғысы. Сіздерде қайта тоқ және бізде ол үзік бәрі. Аяқтады міне 2 жыл болды нормально болып кетті. Свет нормально. Бірақ жол деген Сен демей тұрсаңдар мен жолдың шетінде бәрі үзік. содан бері. Құрту керек кооперативті. Электросеттарды алу бойынша. Не только электросет, жалпы дачаның барлығын алу. Халық көшеге шығамыз дейді. Договорға отырып документін бәрін өткізіп қойған кооперативке. Халықтың бәрі. Тапсырма бойынша ол восточный правый ғана емес, бүкіл қала бойынша біз жаңағы обследование жасап жатырмыз. Электр желілерін, столбтарды жаңарту бойынша. Жаңарттыңдар ғой біз. Біздікі Біртіндеп беруге болады ғой. Жоқ, неге кірмей тұрмыз? Жоқ, былай Қалаға өтпей тұрыңыз деп Қалаға неге өтпей тұрмыз? енді Бұл кісілер әлі кооперативқа төлегенде 16 теңгеден төлейді. бізді бір минут. Бізді шақырған мына кісі. Осы өңірге қатысты мәселелер бойынша. Мен сізді шеттеуден аулақпын. Тура осылай біз сізге барайық. Тиісті мамандарын алып, әрбір көшесіне қарап, содан кейін шешімге Ол қандай кооператив, оның заңы не? Сіз атыңыз кім? Ол қандай кооператив, оның қандай заңдары бар? Азаматтық құқыңыз бойынша сізге қандай нәрсе орындап жатыр? Ол атқарушы қызмет. Не орындап жатыр? Сол сұрақты қойыңыз бағыңызға. Кооператив кім қызмет? Жоқ, әкім шешпейді. Әкім кіре алмайды. Атқарушы кім сізде? Кооперативті атқарушы кім? Аты жөні. Мырқымбаев, Бәленбаев ше? От сол кісіге барып айтыңыз. Заңды бір адам ауысып отыр. Әділет бөліміне барып заявлениеңізді. Мен осы кооперативтің уставы бойынша мемлекеттік тіркеуде бармын ба деп арыз жазыңыз юстицияға. Содан кейін шешесіз ары қарай. Оны заң жүзінде шешпесеңіз, сөзбен шешілмейді. тура осындай сұрақты мына кісі қойған. Міне, Осы жерде айғайға дейін барған. Қазір көзі жетті барлығы істейді. Тура солай жасау. Көзім жетті. Енді мен кооперативтағы Сіздер кіре алмайды ол кооператив. Сіздердің құзырында жоқ ол. Сіз де ештеңке айта алмайсыз. Договорыңыз жоқ. Мына кісілер сөйлеу. Кооперативтен келісім жасау.
барша балам жазылған мен арттан келдім. Қандай договор бар сізде? Қандай договор бар? Оқыңыз, договорда не жазылған, аға? Басын аян Оқыңыз. Мен қолым істеген жоқ еді. Жарайды. Так, Оқу керек. енді біз өзімізге Онда былай. Біріншіден, келесі аптада әкім келеді. Уақытын жеке сізге хабарлайды. Қолыңыз тисе, өзіңіз келіңіз, ана құжатты іздейді. Бұл бір. Ол статусқа қойды. Екіншіден, остановочный павильонды айттық. Жерге байланысты ямочный ремонт қана болады. Оны да айттық. Электр желісіне, жолға байланысты. Электр желісіне байланысты қазір МЭПС пенен ВКРК-тің арасында білесіз, жаңағы конкурстық тендер ойнатылып жатыр. Қайсы жеңгені осының жаңағы үзілмеуін, уақытылы үзілсе қосылуын қадағалайды. Оны қоғам болып, және де біз тапсырма беруші ретінде қадағалайды. Әзірге. Ал мына бағандарды ауыстыру бойынша ол жеке құжаттама әзірленіп, тиісінше мына жақтағыдай бюджет есебінен сол ауысады. Сол кезде мына сым да ауысады, сол кезде жаңа потеря болмайды. Ешкім сіздің мойныңызға мына далаға кеткен электр қуатының өтеуін білмейді. Төледік қой кезінде? Төледіңіздер, білеміз оны. Бұл екінші. Автобусқа байланысты енді жағдай автобуспенен күрделірек, оны білесіздер. Сондықтан мына бар автобустар жүреді, олардың жаңағы жүру қашықтығын қатты қадағалау керек. Әйтпесе осы мен келіп кеттім, 10 автобус үстінен қосамыз, ойбай қырам жөем десем өтірікші боламын. Ол дұрыс болмайды. Мына ғимараттың статусына байланысты айттық, жер қайда? Жер қатынастар бөлімі анықтап, сізге хабарын береді, одан кейін өзіңіз шешесіз. Ал егер оның ішінде жаңа біз берген жарнамыз бар, оны бізге неге өтемейді, мынаны қиратып кірпішін сатып, біз одан да ананы жөндейік деп шешім қабылдасаңыз, ол өз құзырыңызда. Мен оны сүріп тастап, құлатып тастап, есігін бұзып кіруге құқығым жоқ, ұят болады. Жарналарымызды осы светтің столбының несіне жұмсарсыз. Вакарекке договорға отырдық қой. Жартымыз енді былай грубо айтқанда жартымыз өттік, жартымыз өтпедік. Енді қазір біз договорымыз бар, вакарекқа төлей береміз ғой. Шығыс энерготрейд. Шығыс энерготрейд. А енді қоқыс мәселесі бойынша Өтпегендер не істейді? Ана авракта Қию керек оларды. Өтпегендер бар ғой, құжат дайындай алмай отыр екен. Жер участогы беріліп, тұлғаға Айбек Садырбаевич, құжат мысалы бір кісіге беріліп, ол акиматтың ішінде жатады. Соңын айтады, мынау 3 жылдан кейін, 4 жылдан кейін біз сіздерге жауабын береміз дейді де, ана кісімен келіседі де, ол акиматтың ішінде өзіңіз біліңіз, сол жақта жатыр. Талай адамның құжаты қолына берілмеген. Ол неге саясат? Ол қандай саясат? Осы жерде бар ма құжаты жоқ? Құжаты жоқ, ала алмай жүргендер бар ма? Ала алмай жүрмін. Немерем міне осы неде көшіп келді. Үйдің актісі бар. Енді жаңадан сатып алған тоқ қосылып тұр, бірақ немене жоқ, лицевой счет жоқ. лицевой счет берсем, біз бұны өткізген жоқпыз дейді. Ондай көп бізде. осындай жағдай көп. Онда тұрғындар Халықта көп. Светті қайда төлерлерін білмей, төлемей отырған адамдар бар. Олар не істейді? Документі дұрыс емес. Төлемей хабарласыншы. Мен қалай айтып жүреді, жоқтар не істеу керек? Құжаты жоқ, міне мына кісі де жоқ. Мартта алдық сақтық. Мына менің маңайымда үйлері бар, бірақ документтері жоқ. Светті мүлдем төлемей отырған адамдар бар. Олар не істейді? Онда ревизия. Мен жүргізіңіздер соны, көше-көшені бәрін. Мен білмеймін ғой, сіз жақсы білесіз. Алып барыңыз, барайық сол жерге. Ол акиматтың ішінде құжат жасай алмай отыр. Документ жасай алмай отыр. Олар документ өткізе алмайды. Документ жасай алмай отыр. Былай, ағайындар, міне мына апамда құжат жоқ екен. Бұл кісіге жаңағы ЖКХ-ға жолықты айтады. Заң аясында құжатын жасап берейік. Егер
құжаты жасалып, оның ешқандай қиындық машақаты болмаса, құжаты жоқтардың алдарынан өтейік. Тура осылай жаса. Жасамаған күнде 10 күннен кейін ба, 1 айдан кейін ба светінді қиямыз. О талап солай болады. Онда менің де арым таза, сіз де алдыңыздан өтіңіз. Ал егер мен бара сапан қиясасам, ертең тура осындай топ, бірақ басқаша талаппенен алдыма жетіп келеді. Ол кезде мынандай тыныш әңгіме болмайды. Кеңірдекке алып, осы жерде 40 пышақ болып бір-бірін соғып кетуге дейін барасыз. Олай болмас үшін енді заң аясында жатыр. Ондай адамдар мындай жерде сөйлей де алмайды, содан кейін келмейді. Ашық айта алмайды ол. Не деп келеді? Құжаты жоқ, бет жоқ қазақша айтады. Соны мен үйде отырмын, мен өзім хотя өзім жасап алсам да, солар үшін нетем ғой. Сонда деймін, оның баласы қалай сабаққа барады? Ол ауырмай ма, больницаға қалай қаралады? Өлдем үйде документ жоқ, құжат жоқ. 5 мыңдай адам ана медициналық сақтандыруға тіркелмеген. Құдай бетін арғыз. Ертең қолы сынып иығы шықса, оны больница қабылдамайды. Тағы да жылап еңіреп, ойбай міне өлдің талдымға салады. Біз тізеге басып ана түсін енді баланы қалдырмайды. Болмайды. Бәрі заң аясында болу керек. Біз енді бір мемлекетпіз ғой, Қазақстан мемлекет дейміз. Сонда біздің азаматтық құқығымыз қазір орындалмай жатыр. Таймас 17 сұға. 17 сұға. Сіз көмектесіңіздер осы шешімін шығаруға, ЖКХ болсын. Жер бөлімі. Нөміріңізді жазып алайыншы мен апай. 17 сұғада танысың болса ғана қараласың. Мен міне ауырып жүрмін. Мен 2018-19-да да Макишева қарайға, мен даже учетта болған. Былтыр коронавирус келме. Дәріні звондап біліп тұрыңдар деді. Звондаса, дәрі жоқ, келген жоқ деді. Биыл барсам, учеттан алып түстім. А мен қазір жүре алмай жүрмін. Ауырмайтын мен жер. Мен эндокринолог та, кардиолог та бәрінде учетта бар. Енді алып түстіп отырмын. Биыл қайтадан келген жоқсыз. Жоқ, мен пенсиян едім ғой. Айттым, не беріңдер дедім. Неше рет айттым, мемыртыға беріңдер. Онан кейін неге амбулаторный карточка беріңдер. Мен осы семейде, осы жерде жұмыс істеп, осы жерде. Мекемені таңдау осы жерде. Білемін. Мекеме емес сіз таңдайтын. Мен таңдаймын. Алып тастайын. Егер шынымен өздері алып тастаса, онда жауап учеттен шығып тастаған ғой. Онан кейін биыл қайта барып компьютердің ар жағынан әйтеуір медсестра тауып берді. Содан кейін Содан кейін 2019-да апай сөз тыңдаңыз. жоқ, оны басқа мәселе айтамын. Мен осы өкіретке договорды алған бірінші мен болдым. 2019-да. Договор үйде тұр, қолында тұр. Міне, 2019-да мен договор алдым. 2019-ның мен октябрьдің 31-і мен ноябрьдің сонда алғам договорды. Өзім бірінші алған менмін, міне. Осы мостиктағы алған бірінші мен договорды. Бірақ мен ол үйде ол жыл тұрған жоқпын. Мен былтыр июльде көшіп келдім. Светті қосып беріп, содан контроллерлер жүреді, мен сұрай, менен показания алдыңдар ма? Алмайын, сіз неде жоқсыз. Компьютер перегруженный, міне содан мен қайда барарын білмеймін. Договор қолымда. Договор қолымда, үйде бірақ қазір әкелген жоқ. Жоқ. Енді мына кісінің қолынан бер жүрістен болмаса өзім келейін. Договор бар, мен міне 1 жыл болды, отырмын, қайда төлеймін светті. Былтыр коронавирус ойбай келмін деп звондадым, еше звондап ала алмадым. Не келесі аптадан келетін болса, сол кезде алып келдіңіз. Қолыңыз тисе, Сонан кейін екінші мәселе. Көрші трассаға дейін қоршап жатқанда, мен ол кісіге барып алдынан өттім. Трассаға дейін высоковольтты, шоң ана арықты бәрі қоршап алған. Оны мен барып тұрып айттым. Азаматты неше шақырдым. Мынаны қоршап жатыр. Бір нәрсе істеңдерші. Неге қоршайды ол арықты? Міне 2 жыл болды, как ол қоршады. Мен мына тұрған магазинге бара алмаймын. Су алды. Ертең менің үйімді су алса, пожалуйста, сол менің шертімді төлеп берсін. Арықты жаппа деп неше. Биыл депутатқа бардым. Нұр Отанға депутатқа бардым. 46-53 Астановка мостик. Ардимов 46 неше. Қадылжан. Ал енді отырып айтсақ, бізге түк істемейсің, мен бәрімен келісіп қойған, мен бәрін ақша төлеп қойған. Болды. Ал ол неге высоковольтты неге қоршайды? Қандай заң бар? Арықты қоршасына, бірақ арықты жаппау керек. Мусормен арықты толтырып тастады. Қазір мен магазинге бара алмаймын мысалы. Көктем болады, мен затоп. Көктем болады, мен жалғыз емес, міне мына кісілерден де сұраңыздар. Жүре алмайды көктемде. Бұрын ондай емес болады.
бәрі солай. Кім қоршайды? Кім келді? Міне, неге? Біз өзімізге өзіміз жамандық жасаймыз. Сол жерді 20 жыл болды сол жерді бос жатыр. Ештеңке салмайды, огород салмайды. Былтыр мен неге барам дегенде, Ибрасимге барам, мына жердің иесі бар ма қарайым дегенде, қазір бір кішкентай үйшік салып қойды. Дәл жолға салып қойды. Су ағарға салып қойды. Дәл жолға салып қойды. Кім сол жақта міне қазір бәрі пәтер етеді. Міне тура жолға салды да қойды. Не үй емес, не емес, білмеймін. Әйтеуір туалетке барам, әйелі келеді ана жерде. Үй анау жақта. Екінші участок. Үй ана жақта, ол ана жаққа келеді. Міне дәл жолға. Сенбесеңіз өзіңіз барып көріңіз. Оны мен айтқаннан кейін ол алып баяғы жерді алып алмасын деп. Үйге бара жатсыз. Үйге барам. Үйіңізге дейін барып. Көріңіз, пожалуйста. Мусорда да солай. Өзімізді өзіміз істейміз. Енді тұрғындар қойып алыңыздар. Совет өкіметі кезінде бұлай автобустар жүреді. Кім келді? Өзіміз келіп жүр, жерді қоршап не олды оқсап қойып, лезін ешкім жүрмесен де лезін қоршап Бәрі қорытынды шықса мен мал ұстайды, малдарын ол қоя береді. шығарсыз. Заң аясында істелмейтін нәрсені істелмейді деп айтады. Істелмейтін нәрсені істелмейді деп айтады. Жоқ болады. Менің өзімізден жасыртын ағам бар. Енді дұрыс болмайды. Жараймын. Келесі дүйсенбі мына кісі келеді. Мынаның мәселесі. Жердікі, жолдың мәселесі, автобустың мәселесі, қалған мәселе жаңағы айтылған. Жерді бір-бірде шешіп беремесе өтірік болмайды. Қашан көшіп кетті? 14 жыл осы жер мәселесі. Бір аптаның ішінде болатын нәрсені болады деп айту керек. Болмайтын нәрсені ертең я болмаса бүгін болатындығын тағы да көзіңізді ашып айту. Солай жасайық. Әйтпесе қазір әшейін бәрін уәдені үйіп төгіп тарата сатып бір аптадан қайтадан қарабет болғанда. Негізі халық үшін болмайтын нәрсе болмау керек. Бірақ талап ете аламыз. Талап етеміз. Қоғам кім арқылы қоғам болып отыр? Сіздердің арқаңызда қоғам Вот, а почему? Халық үшін жұмыс істемейді. Заң аясында. Неге отыр, былай қарасаң, власть должен у кого быть? Народа должен быть. Народ должен сказать, они должны выполнять. Біз 5 жыл, 6 жыл болып жүргенімізге біз ешқандай не көріп тұрған жоқпыз. Түсінікті ғой. Түсінікті. Анау анаған сілтейді, мынау анаған сілтейді. Анаған бір, мынаған бір болды. Ешқандай жауапкершілікті алғыдар келмесін. Кәсір апай, сөз тыңдасаңыз. Кешіріңізден бұл ішінде. Жоқ, мен кешірім сұрамай ақ қойыңыз. Күнделікті менің арқасында адамдардың бәрі жүйкеден кеткен. Тем более мынандай заман. Сондай тағы бір сұрақ қоюға болады ма? Мына мал ұстайтындар. Көшеге жіберіп қойды, жылқыларын, сиырларын. Агро тегеміз, анау таптап тастайды. Участковый қайда? Неге қарамайды? Кім мал ұстайтын адамдар белгілі өзі. Қоразы бар, шөбі бар, көрініп тұрады ғой. Негізі мал ұстауға болмайды бұл жақта негізі. Рұқсат жоқ. Айтайын, міне, мына магазин інжу. Қарашы, міне магазин інжу. Кешке жақын өтсе, ана жерден невозможно. Неге? Тура інжудің қасында шошқа ұстайды. Сіз өзіңіз жалқын, ана жердің кешке жақын қарасаңыз, мен ана келешектегі баладар не болады сонда? Міне магазин продукт аласыз, ол промтовар емес. Мына жерден продукт алады, міне мына төр іргесінде шошқаның исі деген кәдімгі мен білмеймін, поселке тұрмайын, просто кешке инспектор бар ғой, мен аралап қарамаймын. Жұмыс атқарып. Менің жаяу жүремін, фабрика шошқа бар. Фабрика бар, шошқа бар сол. Біз квадрокоптермен түсіргенбіз. Шошқаны емес. Қай жер? Тіпті Құдайдан қорықсын, адамнан қорықпасын. Ертең Алладан қорықсын. Ал орыстар қандай істейді? Рұқсат беріп отырған кім оған рұқсат беріп отыр? Халық беріп тұрады. Демократия бермейді. Мал деген Ағайын, енді бұл дача ғой. бұл дача, бұл мал бақша жері. Мал ұстайтын жер емес. Енді кім ұстап отыр? Жоқ, ұстаса ұстай берсін. Только табынға қоссын, бір нәрсе істесін. Қарсылығы жоқ. Көріп тұрмыз. Малды ұстап отырған кім? Мен ұстап отырмын малды. Бірақ мен тұрасың. Иә. Бұл жалпы мал ұстайтын жер ме? Жоқ. Жоқ. Мен қазір сіз неге ұстайсыз десем, мына халықтың бәрі сізге жабылып кетеді.
Енді ол сіздің күнкөрісіңіз. Оны мен жақсы түсінемін. Не деуші еді? Сүтін, майын, табысын табыс. Енді күн көріп отырсыз. Заң аясында бұл жер енді өзіңіз түсініп отырсыз жердің статусы. Мына кісі неге ұстайды дейді. Өзара келісіп өмір аласыңдар. Егер бағусыз болса, жауапқа тарту керек оны. Бош жайында жүрген малдарға әкімшілік хаттама толтырылған, әкімшілік кодекстің 408 бабы бойынша бош жүрген инспектор майор полиция Оразбаев. Осы жерлерде кейбір адамдарға салынған, ескертілген неше рет бос жайылымға жібермесін, табындарға қосылсын деп неше рет айтылған болады. Сол мал барларға сіздер ескертіп айтсаңыздар, халықтан жалып ескертулері бар. Бізде әрбір малшыда, әрбір немеде бізде өзі журнал жүргізіледі. Кімде қанша мал бар, арам шөптігіна дейді ол. Бақша қоршау керек. Бақшаны бірінші қоршау керек. Көп адамдардікі табыннан әкелген кезде қарсы алып болмайды қанша адам. Міндеге қойып бере саласыздар. Қанша рет ескертсіз қаяда тұрасыз? Мен мына Ырсуыда тұрам. 33-37 ба? Ырсуы 41-80. 41-80 болса, ол жерге тоже біз барғанбыз көп жерлерге. Жоқ, бізге келген жоқ. 41-80 бұзауларыңыз бар ғой деймін сізден қазір өтірік айтпасам. Бір мәселе. Ағайын, егер малдың мәселесі сондай өзекті болып тұрса. Маған ешкім жалып жоқ, мен сізді айтып тұрғаным жоқ. Аны сиыр біреу малинасын жеп кетіп жатса. Ол кімнің сиыры, кімнің қасқа сиыр екенін білесіз ғой. Айтыңызшы. Сразу арқандап байлап ұстап аламын да сізді шақырып. Табын келеді, мен кім сиыр сауып? Табыннан келеді. Жоқ, табын болғанда жайылып жүреді ғой. Бір сиыр алай ғой, міне. Малдың жағдайы былай. Малды ұстайтын адам қоршау жасау керек. Қора жасау керек. Енді малға жалып жасап тұрған адамдар бақшама кірді, неме кірді деген адамдар бірінші бақшасын бекітсін. Содан кейін бақшасын барып, ана мал сүзіп, бұзып кетсе, сонда жалып жасасын. Мәселе бақшада емес, балалар ойнайды. Ертең олар теуіп кетсе, талапта кетсе не болады? Айналасында арам шөпті жеген ол малдығын істейді. Жоқ, ол арам шөпті жей берсін. Ол жерде баладар жүреді, көше дегенің тар. Ешқайда арасында мал жүрмеу керек. Жүрмеу керек мал. Малдың ортасында. Бос жүрмеу керек қой, былайша айтқанда. Сіздің малыңызды мал дәрігер қарай ма? Қарайды. Осы жақта? Иә, қарайды. Демек ол мал дәрігер осы жақтағы кімде қанша сиыр төліне дейін біледі. Бар біледі. Жақсы, онда ветинспекцияға тапсыру. Бәрін біледі, иә. Жылқы да бар бұл жерде. Мәселе мал ұстағанда болып тұрған жоқ. Бар, жылқы бар. Бос жүретін малдар көп енді. Мал ұстағанда емес сол. Бесхозына күндіз бос жүретін малдар да болып тұр бізде. Бесхозда жүретін болса, жүрегі каналына хабарласуларыңызға болады, немесе участковый инспектордың телефоны болса, хабарлауыңызға болады. Құлағында биркалары бар, кімнің мал екенін көреміз. Содан кейін Жан жолы Ивамен біздің үйдің жанынан өтіп баратқан кезде құмды бие жүрді. Алтыншный правый. Сұрақ бола ма сізге? Менің үйім жанынан өттіңіз. жылқылар бойынша. Міне, сіз өттіңіз, мен сізді танимын, сіз маған келгенсіз. Мен сізді білемін. Сіз өткен кезде құмды бие жүрді сол жерде бос. Ол мына полияда тұрған хозяйствонікі. Сол жерде бос жүрді. Сіз ешқандай қараған жоқсыз, өте шықтыңыз. Неліктен ал осыған қазір білмеймін, осы көрінісі бар. Жүрек каналымен көптеген вызовтар түседі. Ол жерге 5-10 енді айланып қайт келмейсіз бен. Сұрақ қойсам, күніне қайта 15-20 уақытымен бару керек. сізге Сол үшін мүмкін біз кетіп мен қалған шығармыз. алтыншыда жүріп правый жағында жолдың шетінде тұрамын, іргесінде, иә. Бізде левыйда 2 двухэтажный дом. Мен сол жерде тұрамын. Сол жерге, мысалы, можно бізге шаштар, аптека. Бізде аптека жоқ, мүлдем жоқ. Білмейді екен, білмеймін. Оның иелігі, оны алдында қозғалған бұл сұрақ. Ол иелігінде кімнің
иелігінде екені белгісіз. Әкім мырзаның өзі айтты, оны мен білмеймін деді. Ол біреудің иелігінде мен қол сұға алмаймын деді. Онда кадастровый номермен нетуге болады ғой. Шестой дачада ана 2 этажды үйлер, 2 өтір. ана жағында, по-моему, анау бар, неме? контейнер СТО-лардың жанындағы, Мынау ана монолиттен екеуі салынған. Терезесінің барлығы бөтен. кезінде тұрған онда қалжыр тұрған. Одан кейін су болғаннан кейін кетіп қалды. Онда біздің ешкім яғни кісілер тұрған. Соның кімнің иелігінде екенін соны да білсеңіз. Сосын не бар ғой бізге аптек ашып берсеңіз. Келесіз ғой дүйсенбі. Келем. Мына енді біз мына кісімен сөйлесеміз. Сол кезде мына жаңағы екі үйдің мәселесі, мынаның мәселесі. Ол менің главный ұсынысым ғой сол жерде. Центр сол жерде балаларға можно. Халық көп. Аптека ашуға да болады. Аптекада аптека бізге маңыздысы. Аптека алып ана қалаға барамыз. Оның хозяйын табу керек. Хозяйны кім оның? Міне інжу магазин қасында ғой. Інжу магазин қасында, иә? Мен жаяу өткенде тура невозможно. Там и птица есть. Құстар бар. Қазір оның иісі кішкентай. Енді былай қарасаңыздар, иә? Жарайды, рожкиді можешь отварить. Онды едейсің. Нанға иісі шықса, ананың иісі магазинге кірмей ме? Кіреді. Нанды алып жейді ғой. Ауру қайдан келеді дейсіздер? Ешкім Алладан сұрап алмайды ауруды. Өзіңізге өзіңіз істеңіз. Сол жерде отырып, сол шошқаны ұстау деген сұмдық қой енді. Сол шошқа. Айдар. Сол шошқа ферманы шешу керек оны. Біз оны коптермен түсіріп алғанбыз. Оның енді құс несі. Жауап берсін, тұра тұрыңыз, жауап берсін, тыңдайын жауабын. Тәуір жауап беріп жатырмыз ғой. Бір сағат сізден мен кездестік. Ертең Құдай бетін алсын, біреуіңіз сырқаттанып қалсаңыздар, мойнымызға салмақ болып қалады. Сақтанып жүріңіз. Мынау енді менің міндетім айту. Маска киіңіз, сақтаныңыз деп. Енді шешім қабылдадым. Өзі аман есен болыңыздар. Бір сағат жиналыс өткіздік. Мәселеңіздің барлығын айттық. Үйірсе тағы келесі апта жиналамыз. Осыменен тамамдайық. Рахмет. Енді қосып болды. Ана